пайдалы қазбаларды өндіру мен өңдеу ісінде ірі көлемді техника, жарылғыш заттар мен қауіпті химикат қолданылады. Металды қайта қорыту да жоғары температурада жүргізіледі. Ал мұндай еңбек жағдайы қауіп қатерге толы. Әлемдегі барлық тау металлургиялық компаниялар жеке қорғаныс құралына баса назар аударады. Бұл ретте Қазақмыс тобы да қағыс қалмаған. Например, 2 месяца назад мы провели испытания. Мысалы, 2 ай бұрын бір газдан 5 газға дейін бақылайтын әртүрлі газ саралағыш үлгілерін сынақтан өткіздік. Сынақ сәтті өтті. Бізде кеніштердегі газдардың толық тізімі бар. Яғни жақында әрбір шебер заманауи ықшам әрі тез арада нәтиже шығаратын газ саралағышқа ие болады. Бұл адамдардың өмірін қорғауға мүмкіндік береді. Әрі алдағы 2-3 жылда Қазақмыс өндірушілерді уланудан толық сақтайтын газ саралағыш кешенімен бірге өзін-өзі құтқарушыларды оқшаулаудың жаңа үлгісіне көшеді. Жеке қорғаныс құралын мұндай жаңарту компанияның тау-кен ісінен бастап металлургияға дейінгі барлық бағытында жүргізілуде. Бүгінде Қазақмыс металлургтері болашақта киетін осы алюминийленген костюм сынақтан өтуде. Для нас была поставлена цель защитить металлургов плавильных цехов. Бізге мыс балқыту цехіндегі металлургтерді жоғары температурадан балқытылған металл шашырандысынан қорғау қажет деген міндет қойылды. Сосын біз алюминийленген костюм, арнайы аяқ киім мен қорғаныс каскасын жасайтын сенімді өндірушілерді іздей бастадық. Міне сөйтіп 1960 жылдан бері дәл осы металлургтерге жеке қорғаныс құралын өндіретін итальяндық Giordani Giancarlo компаниясымен жұмысты бастадық. Әуелі сынақ ретінде 2 киім үлгісін әкелді. Содан соң жұмысшылардың өтініш тілегін есепке алып, басқа костюмдерді түрлендіруді бастадық. Ал қазір оны сынақтан өткізудеміз. Шалбар кеудеше және ішлемнен тұратын арнаулы жұмыс киімі жарыққа шағылысатын қасиетке ие. Ол адам бетін жылылық сәулеуінде сақтайды. Ал шалбар мен кеудеше өте сапалы мұран арнайы материалдан тігілген. Бұл киімнің қолданыс мерзімін айтарлықтай ұзартты. Қауіп қатері көп орындарда оның қорғаныс дәрежесі ерекше алюминийлік элементін арттыра түседі. Алдын ала жүргізген сынақ кәдімгі матадан гөрі алюминийленген киімнің тиімділігі әжептәуір жоғары екенін көрсеткен. Во-первых, костюм легкая у нас. Біріншіден костюм жеңіл, екіншіден ыстық өткізеді. Үшіншіден киімнің өлшемі дәл болу керек. Қалғанын жұмыс барысында көреміз. Главное, что размер был хороший. Арнаулы жұмыс киімдері енді жақында балқаш және жезқазған мыс балқыту зауытының металлургтерінде өстірілмек. Мұндай киімдер ыңғайлымен бірге адам денсаулығы мен өмірін сақтауға себеп екенін ұмытпаған жөн. Ал қорғаныс құралына мән бермегендерге оның салдары ауыр болуы мүмкін.